Сәлем балалар, қалдарың қалай? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұрақты магнит өрісі деп аталады. Енді сабағымызды бірінші өріс деген ұғымнан бастасақ, біз өріс деген ұғыммен электростатика бөлімінен таныспыз. Мысалы, электр өрісі деген болатын еді. Электр өрісі мысалы бізде электр өрісінің кернеулігі деген физикалық шама сипаттайтын еді. Сонымен қоса, мысалы, гравитациялық өріс деген болады. Гравитациялық өрісті бізде еркін түсу үдеуі сипаттайтын еді. Тура сол сияқты бізде бүгінгі магнит өрісі. Магнит өрісінің сипаттайтын шама бізде магнит индукция векторы деп аталады. Қазір онымен танысатын боламыз. Енді магнит өрісін кімдер шығарады, не шығарады? Мысалы, магнит өрісін тұрақты магниттер шығарады. Мысалы, біз білетін үйде не болмаса басқа бір жерлерде қолданып жүрген тұрақты магниттеріміз бар. Мысалы, олардың бір жағында N полюс және бір жағында S полюс деп тұратын еді, Және осындай біз тағы бір магнитті жанына алып келсек, мысалы, оның мына жағы N, мына жағы S болса, енді олар не істейді бір-бірімен, қалай әрекеттеседі? Онда ол кездердің олардың аттас полюстері не істейді, бір-бірінен тебіледі. Ал керісінше мен мына магнитті керісінше аударып алып келсем, онда олар бір-бірімен жабысып қалу керек еді, Яғни әр аттас полюстер бір-бірін тартады екен. Енді олар бір-бірімен, мысалы, екі адам бір-бірімен әсерлессе, онда екеуі не істейді, бір-бірінің қолдарынан ұстап, бір-бірін итеруі мүмкін, Яғни бір-бірімен тікелей байланысып әрекет ете алады. Адамдар бір-бірімен тікелей байланысады. Не болмаса мен мынау тақтаны итеретін болсам, оны міндетті түрде ұстап, оны итеруім керек. Яғни тікелей әрекет етемін. Ал магниттер бір-бірін ұстап жатқан жоқ қой, Яғни бір-біріне тікелей әсер етіп жатқан жоқ. Демек, олар басқа бір заттың, яғни олардың бір-біріне әсерін жүзеге асыратын басқа бір заттың әсерінен жүзеге асырып жатыр. Яғни олар өзінен өріс шығарады екен. Және сол өрістің әсерінен олар бір-бірімен әрекеттеседі екен. Және тұрақты магниттің магнит өрісі әрқашан N полюстен шығады, және S полюске қарай кіріп жатады екен. N-нен шығады, әрқашан S-қа қарай бағытталады екен. Мысалы, мына жерде N-нен шығып жатыр, мына жерде мұнаныкі де N-нен шығып жатыр. Және осылай қарай бағытталады екен. Сонымен қоса, тағы магнит өрісін тұрақты магниттен бөлек басқа да құралдардың көмегімен алуға болады. Мысалы, магнит өрісі тоғы бар өткізгіштің не болмаса қозғалып бара жатқан зарядтардың айналасында пайда болады екен. Яғни, мысалы, егер бір өткізгіш болса, және оның бойынан тоқ өте бастаса, оның жанында магнит өрісі пайда болады. Демек, мен мысалы мынандай бір өткізгішті қойсам, және одан тоқ өтіп жатса, мысалы, сосын оның жанына барып мен мысалы бір магнитті қойсам, магнит тілшесін қойсам, онда егер тоқ өтпей тұрған кезде, мысалы, магнит тілшесінің мысалы солтүстік полюсі, оңтүстік полюсі бізде жердің солтүстік және оңтүстік полюсін көрсетіп тұруы мүмкін. Ал егер мына жерден тоқ өте бастаған кезде, егер мен өткізгіштен тоқ өткізсем, осы кезде магниттің тілшелері бір жаққа қарай ауытқи бастайды екен. Бұл деген нені білдіреді? Бұл дегеніміз тоғы бар өткізгіш өзінің жан-жағында магнит өрісін тудырады екен. Яғни тоғы бар өткізгіш, түзу өткізгіш өзінің жан-жағынан магнит өрісін тудырады, және сол магнит өрісі біздегі мынау жанында тұрған магниттік тілшелерге әсер етіп жатыр дегенді білдіреді. Демек, біз магнит өрісін тұрақты магниттен бөлек тоғы бар өткізгіштің көмегімен де ала алады екенбіз. Ал енді осы тоғы бар өткізгіштің магнит өрісін қалай анықтауға болады? Мысалы, мына жерде біз мен айтып жатырмын, мысалы, N-нен шығады, S-қа қарай бағытталып жатыр дедік, Ал мына жерде және естеріңде болсын, бізде магнит өрісі мынандай тұйықталған болып келеді. Осындай тұйықталған болып келеді екен. Және осы магнит өрісін құйынды өріс деп те атайды. Ал енді осы өткізгішті былайынан айнала қоршап магнит өрісі өтіп жатыр, Яғни магнит өрісі пайда болған. Ал енді біз осы магнит өрісінің қалай қарай бағытталып тұрғанын анықтауымыз керек. Мысалы, сағат тілімен ба, или сағат тіліне қарама-қарсы ма, соны білуіміз керек. Және осындай түзу өткізгіштің магнит өрісінің бағытын біз оң қол ережесімен анықтай алады екенбіз. Балалар, біз ескере кетейік. Менде экранда мен оң қолымды көрсетіп тұрмын, бірақ сендерге менің қолым сол қол болып көрінуі мүмкін. Сол себепті осыны есте сақтаңдар. Тек менің айтқанымды қайталап отырсаңдар болды. Мен негізі оң қолымды көрсетіп тұрмын. Негізі оң қол ережесін қолданамыз. Және осы жерде саусағымды мен бүгем, мына 4 саусағымды. Ал мына үлкен саусағымды бас бармағымда мынандай түзу ұстаймын. Және мына 4 саусағым бүгіліп тұрады. Және осы жерде мына үлкен саусағым, бас бармағым бізде тоқтың бағытын көрсетеді. Ал мына 4 саусағым бүгіліп тұрған 4 саусағымның бас жағы, яғни тырнақ жағым бізде магнит өрісінің бағытын көрсетеді екен. Мысалы, мынандай өткізгіш болсын деп ойлайық. Және бізде одан тоқ былай қарай кетіп бара жатсын деп ойлайық. Яғни тоқтың бағыты былай қарай бағытталған. Ал енді осы кезде оның магнит өрісі қалай қарай бағытталғанын анықтап көрейік. Менің мына саусағым, яғни бас бармағым тоқтың бағытымен бағытталу керек. Яғни тоқ былай қарай кетіп бара жатыр, демек саусағым да солай қарап тұр.
Және осы кезде мына төрт саусағым қалай қарап тұр? Мына жерде менен ары қарай қарап тұр, иә? Және естеріңде болсын, менен ары қарай және маған қарай дегенде біз екі белгімен белгілейміз. Менен ары қарай кетіп бара жатса, мен домалақ ортасына x қоямын. Ал маған қарай келе жатыр дегенде мен домалақ ортасына точкамен белгілеймін. Мысалы бізде мен садақтың жебесін атсам да, садақтың жебесінің арт жағында сендер білесіңдер мынандай қауырсын болады, иә? Егер мен садақтың жебесін атып жіберсем, менен ары қарай кетіп бара жатқан садақтың жебесі маған қалай көрінеді? Әрине маған садақтың жебесінің артындағы мынау қауырсын көрінеді, x болып тұрған қауырсын көрінеді. Демек менен ары қарай кеткенде x пен белгілесек болады. Ал маған қарай ұшып келе жатқан жебенің маған несі көрінеді? Ұшы көрінеді. Ұшы маған бірақ точка сияқты болып көрінуі мүмкін, иә? Демек мен маған келе жатқан затты мынандай точкамен белгілейді екен. Естеріңде болсын, менен ары қарай x, маған қарай келе жатқан зат точкамен белгіленеді. Енді мен саусағымды тоқтың бағытында бағыттаймын. Сол кезде төрт саусағым мына өткізгіштің жоғары жағында не істеп тұр? Ары қарай қарап тұр. Менен ары қарай қарап тұр. Демек домалақ x. Енді мен ақырындап саусағымды істей бастам, айналдырам. Вот астына келді. Астына келген кезде қалай қарап тұр? Астына келген кезде не істеп тұр? Бізде төрт саусағым маған қарап қалады екен. Демек мұнда домалақ ортасында точка. Демек өткізгіштің үстіңгі жағында магнит өрісі ары қарай бағытталады, ал астыңғы жағында маған қарай бағытталады. Демек ол былайынан айналып жатыр дегенді білдіреді. Енді мысалы былай деп ойлайық. Мынандай өткізгіш болсын. Тоқ жоғары қарай кетіп бара жатыр. Осы кезде магнит өрісі қалай бағытталған? Тоқта тағы да тоқтың бағытында мына үлкен саусағымды қаратам, және сол кезде төрт саусағым магнит өрісінің бағытын көрсету керек. Енді төрт саусағым мына жақта менен ары қарай деп тұр. Ал енді айналдырайын. Айналдырам мына жаққа келгенде. Мына жаққа келгенде төрт саусағым маған қарап. Домалақ ортасында точка. Демек сендерден сұрауы мүмкін, мысалы тестте осылайынан сурет беріп қояды және айтады, мысалы өткізгіштің оң жағында магнит өрісі қалай бағытталады? Әрине оң жағында ары қарай бағытталған, ал сол жағында маған қарай бағытталып тұр, иә? Сендерге мен керісінше болып көрінуі мүмкін. Мысалы өткізгіштің мына жағында ары қарай, ал мына жағында бері қарай бағытталған екен. Енді осылайша оң қол ережесімен түзу өткізгіштің, яғни тоғы бар түзу өткізгіштің магнит өрісінің бағытын анықтасақ болады екен. Сонымен қоса бізде мынандай спираль болуы мүмкін. Және осы спиральдің, яғни өткізгішті мен былайынан спираль сияқты етіп жасап қойған. Және осының ортасына мен мынандай темір енгізетін болсам, бастапқыда енді спираль болса да оның магнит өрісі болады. Бірақ күшті болмауы мүмкін. Ал егер мен мысалы мынадан тоқ өтіп жатыр, өткізгіштен тоғы өтіп жатыр. Егер тек спираль болса, онда өткізгіштің магнит өрісі болады. Және мынау спиральдің магнит өрісі мынандай түзу өткізгіштің магнит өрісіне қарағанда көбірек болады. Себебі, мысалы, мынау бір спираль өзінен магнит өрісін тудырады. Мына спираліміз де өзінен магнит өрісін тудырады. Мынау да және мына жақта тағы спираль болса, олар да жеке-жеке магнит өрісін тудырады. Ең соңынан барлығының магнит өрісі қосылады да күшті магнит өрісін тудырады. Ал мынандай түзу өткізгіш болса, онда ол өзінен біреу ғана тудырады мынандай. Демек, бізде мынау магнит өрісінің мынау өткізгіштің спиральдері көбірек болған сайын, орам сандары көбірек болған сайын, олардың магнит өрісі күштірек бола түседі. Және тағы бір күшейтуге болады, тоқ күшін көбейтуге болады. Тоқ күші көбірек болған сайын магнит өрісі одан да көбірек болады. Және тағы бір көбейтудің жолы мынау спиральдің ортасына мынандай өзекше саламыз. Яғни мысалы темір өзекше салуға болады, не болмаса болат өзекше салуға болады. Және темір және жаңағы болат деген өзекшелер, осындай металдар, олар магнит өрісін арттырады екен. Яғни магнит өрісін күшейтеді. Себебі бізде мынау спираль өзінен магнит өрісін тудырады, және ортасына темір салған кезде темірде магниттеле бастайды. Темірде магниттеледі, магнит өрісін ол өте үлкен шамаға арттырып жібереді. Яғни темірдің магнит өрісі және мынау спиральдердің магнит өрісі қосылады да, жаңағы магнит өрісіміз өте үлкен шамаға артады. Және осындай заттарды, яғни магнит өрісін арттыратын заттарды ферромагниттер деп атайды екен. Және темірдің магнит өтімділігі, мынандай магнит өтімділігі, мынау ортаның магнит өтімділігі мынау сияқты М деген, яғни мынау астында ұзын М мен белгілейміз. Және темірдің магнит өтімділігі бізде 250 мыңды құрайды. Сол сияқты тағы мынау темірдікі болса, болаттікі де бар. Болаттың магнит өтімділігі 8 мыңды құрайды екен. Яғни темір ол магнит өтімділігін 250 мың есе көбейтеді. Болат 8 мың есе көбейтеді. Мысалы, тек өткізгіш болса,
және оның мысалы магнит өрісінің индукция векторы 8 тесла болатын болса, темірді салғаннан кейін 250 мыңға көбірек болады дегенді білдіреді екен. Және осындай заттарды, яғни магнит өтімділігін арттыратын заттарды, не болмаса магнит өтімділігі бірден әлде қайда үлкен, магнит өтімділігі бірден әлде қайда үлкен болатын заттарды ферромагниттер деп атайды. Тура сол сияқты тағы да парамагниттер деген бар. Мына ферромагнит. Тура сол сияқты парамагниттер деген болады. Және олардың магнит өтімділігі бірден үлкен болады екен. Яғни бірден үлкен болғанда, бірақ көп үлкен болмайды. Мысалы 1,1, 1,1, 1,100, 1,102 деген сияқты аз ғана шамаға үлкенірек болуы мүмкін. Яғни ол магнит өтімділігін аз ғана шамаға арттырады дегенді білдіреді. Және осындай, яғни магнит өтімділігі бірден үлкенірек болатын заттарды парамагниттер деп атайды. Ал бірден әлдеқайда үлкен болса, олар ферромагниттер. Тура сол сияқты магнит өтімділігі бірден кіші заттар болады екен, және оларды біздер диамагниттер деп атаймыз. Және диамагниттер бізде магнит өрісін әлсіретуге арналған құралдар болып саналады екен. Яғни магнит өрістерін олар әлсіретеді, яғни бірден кіші. Мысалы болуы мүмкін, мысалы 0,999 деген сияқты. Бірден аз шамаға кішірек болуы мүмкін екен. Яғни диамагниттердің магнит өтімділігі бірден кіші болады, бірақ көп шамаға емес, азғантай шамаға кішірек болады екен. Ал енді мына өзекшеге оралсақ. Өзекшесі бар мынандай. Спиральдің магнит өрісінің полюстерін анықтауға болады. Яғни мынандай зат болса, мысалы мынандай спираль болса, және оның бойынан тоқ өтсе, және оның ортасына мынандай өзекше қоятын болсақ, осы кезде мына затымыз бізде тұрақты магниттің рөлін атқарады. Яғни сол сияқты жұмыс жасайды. Мысалы мен мына жерге металл алып келсем, онда мына затымыз дәл осы затты негізі электромагнит деп атайды. Және осы зат мынау темірді өзіне бірден жабыстырып ала қояды. Мен мысалы тоқ көзін арттырсам, яғни кернеуді арттырсам, мында тоқ көбірек жүреді. Тоқ көбірек жүрген сайын мынаны қатты жабыстыра бастайды өзіне. Яғни мынауда бізде кәдімгі тұрақты магнит сияқты болады. Демек тұрақты магнит болса, оның оңтүстік және солтүстік полюстері болады екен. Ал енді оның оңтүстік полюсін және солтүстік полюсін қалай анықтауға болады? Оны біз тағы да оң қолы ережесімен анықтаймыз. Жаңағымен шатыстырып алмаңдар. Бұл жағдайда мына 4 саусағымыз тоқтың бағытын көрсету керек. Сол кезде мына бас бармағымыз бізде солтүстік полюсті көрсетеді екен. Мысалы мына жерде тоқ жоғары кетіп бар жатыр деп ойлайық. Мысалы жоғары кетті, төмен түсті, жоғары кетті, төмен түсті, жоғары кетті. Яғни біз жақтағы бөлігі, мен жақтағы бөлігі жоғары кетіп жатыр. Енді осы кезде мысалы тоқты жоғары кетіп бар жатыр деп ойласам, осы кезде мысалы мына саусағым былай қарап тұр, мына жаққа қарай қарап тұр. Демек мына жақта солтүстік полюс, мына жақта оңтүстік полюсі болады екен. Осылайша бізде мынандай электромагниттің оңтүстік және солтүстік полюстерін анықтап алуға болады. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта бүгінгі өтілген тақырыптарға жаттығулар орындайтын боламыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңдар.